Саламатсыздар, құрметті патша көңілді көрермен. Сіздермен қауышып жатқанымызға қуаныштымын. Бізде бүгін еркін подкаст формат болғалы жатыр. Екі кісіні шақырып алдым бүгін қоймастан. Мен өзімді таныстыра кетейін сіздерге бірінші, одан кейін өзімнің әріптестермен бірге таныстыратын боламыз. Әркім өзін таныстыра кетсе, мен есімім Жанерке Қайратқызы, рилсмейкермін, жеке бренд бойынша рилспен оқырман жинап беретін маманмын. Менің алдымда отқан екі бірдей керемет тұлғалармен сіздерді таныстырып өтейік. Ал, Мақпал ханым. Қалай таныстырамын деп жаңа бір қобалжып жатырмын ғой. Мен дәрі экспертімін. Дәрі дәрмек экспертімін. Оны эксперт деп өзімді санамайтын едім. Оны жаңағы звондайтын адамдар бар ғой маған. Тек қана маған звондаған адамдар дәрі дәрмек сұрап не істейді екен да, хабарласады екен. Содан мен өзімді сол дәрі дәрмек саласына арналып Құдай жаратқан екен ғой деп өзім санаймын да. Мақпал дәрі дәрмек десеңіз. Мақпал дәрі дәрмек. Сол саланың экспертімін. Жалпы анамын, 5 баланың анасымын, қарапайым қазақтың келіншегімін. Күшті. Жұлдыз ханым. Мен есімім Жұлдыз Мерхан. Қанша жылдан бері кәсіптемін, бизнес-стратег ретінде қазір шығып жүрмін. ПФР психолог, в общем, денемен, адамның денесімен жұмыс жасаған жақсы көремін. Денені сезем. Бұрын перде, көрпе-төсек бизнесім бар кезде, елдердің үйіне кірген кезде көрпе-төсегіне, пердесіне қарайтын едім. Қазір адамдардың денесіне қарайтын болдым. Психолог, ПФР терапевтпін. Вообще осы ПФР-ге негізі психологияға бөліммен келдім. Өзім клиент болып келдім да. Бөліммен келіп, в общем, сол салама ұнағаннан, сол салама өткеннен, емделгеннен кейін сол маман болып бизнесменнен кейін жаңағы ПФР-ге шықтым ғой. ПФР-ден енді қазір өзімнің авторлық өзім андай бір ұйымдастырып жатырмын. Шахмат деген сияқты ше. Өмір ақ пен қарадан тұрады. Жүріс деп ше. Шахматпен мені кішкене ассоциация істесеңіздер болады деп айтқым келеді. Бүгін еще қара ақ болып келдің десеңші. Шахмат деген не ғой? Өмір ақ пен қарадан тұрады, жүрістен тұрады, бір жерде тоқтап қалмай жүру керек деген сияқты. Жақсы мен жаманнан ақ пен қарадан. Түнімен күн туады, түннен кейін күн шығады дегендей да. Сондай бір форматта өзімді сондай шахмат деп кішкене личный бренд қалыптастырып жатқан жағдайым бар. Круто. Вообще мен шахмат ойнағанды жақсы көремін. Кішкентай кезімде мама қинап алып барған ғой. Кішкентай кезде бір хобби болады ғой. Менде короче сондай шахмат болған ғой. И прям облыс бойынша номер 1 қыздар арасында короче сондай медаль болған, алтын медаль, кәдімгідей ништардың арасында прям. И сондай бір факт бар менде десең. Медаль десеңші, Бірақ медаль бар өзі. Соның өзі бүйтіп ұстаймын ғой. Шахмат деген өзі не емес па, адамның мышлениесін, стратегия ғой, стратегия. Жалпы рилсмейкингке вообще көмектескен шахмат деп айтамын мен. Вообще супер техника, когда вот алдын ала сен біліп отырасың, қай рилс атады, қай рилс атпайды. То же самое жаңа шахматта да, алдыңғы бір-екі нәрсені біліп отырасың ғой. Өмірде де күшті көмектеседі. И маған қатты өтетін бір факт болады, Назарбаев күшті ойнайтын деп мама айтатын себебі. Назарбаевпен ойнайтындай жағдайға жету керексің деп ше. Президент күшті ойнайтын. Күшті ойнайтын деп. Мынадай ғой, бүгін еркін формат болғаннан еркін отырғанымызға қатты қуанып тұрмын. Негізі өмірде мынадай ғой, бірінші жүріс всегда қиын болады екен. Бастау, бастау, бірінші шаг жасау қиын болады, одан кейін вообще екінші шаг, үшінші шаг кете береді ғой. Осының өзі сопротивление болған біраз. Осындай ғой, оны мысалға 20 жылдан астам кәсіпте жүр ғой біздер ше. Келеді ғой консультацияға. Андай қиын көріп тұрады да, мен бәріне айтатын сөзім жолға шық, жол өзі апарады. Менің осы нем жаңағы слоган сөзім да адамдарға. Шық бірінші баста. Одан кейін по ходу көріне береді ғой, мынаны істеу керек, оның жолын табасың. Тағы бір ситуация келеді, шешіп жүріп қалай кәсіпкер болып кеткенін білмей қаласың ғой. Тепловоз бар ғой, жаңа пойыз. Бірінші жүру үшін де мысалы оталып тұрады ғой. Тұрады. Оның артында қанша вагон бар да. Қыздырып. Бір жүргеннен кейін жүріп кетеді. Самолет сияқты да. И элементарный өткен кітап оқып жатырмын, күшті кітап, накопительный эффект деген. Содағы бір мысалға айтып өтейінші. Андай карусель бар ғой, кішкентай айналдыратын. Балаларды айналдырамыз ғой.
мысалы балаларды отырғызып қойып бірінші біз итереміз ғой. Иә. Бірінші itергенде кішкене қаттылау Ауыр қиындау болады, болады, иә. Одан кейін итерген кезде уже итермей ақ өзі кете береді Иә. ғой, өзімен өзі. Сен сүйреп кетеді. Иә, даже. өмірде сондай екен Тура ғой сондай деймін, ғой, иә. любой жерде осы шаг деген Иә. накопительный эффект деген бір қадам жаса дейді да, одан кейін өзі кете береді. Иә. Мен Сондай ғой. күшті нете береді да. Жолың өзі андай самолет сияқты ұшып кетесің ғой. Негізі сондай ғой, көп мынау кәсіп бастаймын деп жүрген кісілер андай оймен бәрін оқып, әр жерден зерттеп біліп алады да, бірақ бастай алмайды. Негізі бастап кетсе жаңағыдай ғой, качеле айналады, кейде качеле бар ғой, бізді лақтырып жібереді ғой. Иә. Ана ілескен кезде сол сияқты ғой, ішіне кірсең. Соға басында мысалы Жұлдыз ханым келді ғой рилсқа, сол кезде сондай қиын болып бүйтіп разгон алып пойыз құсап бір оталамай бір күн келіп түнгі сағат 12-ге дейін түстік қой. Капец дедім, сағат 10-да келеді. 10-да келді, обедке кетіп қалды, сонымен басқа жаққа бір екі тірлікке кетіп қайтып келді кешке. Жүрмейсің ғой. Саботаж деген нәрсе да. Сопротивление дейді ғой оны. Ми қарсыласады. Ми қорқады, потому что ол барып көрмеген нәрсеге ми қорқады, қойшы бармай қойшы деп ше. Сөйткеннен кейін бітті ғой. Артқа тарта бересің. Миды тыңдамай негізі жүріп кету керек. Иә, сондай сөйтіп істеу керек екен. Қазір менде мынандай да, көбінесе ерініп отырамын ғой үйге, енді өмір бақи болғанда үйленгеннен кейін біз сразу бала шағаның қасында отыруға жағдай болған жоқ та. Тәпіштік емес, бізде жаңағы үй қызметшісімен тұру андай бір роскошь үшін болған жоқ та, мұқтаждықтан болды. Сосын өмір бақи жаңа адам жұмсап үйреніп қалған ғой. Ноябрьде ана апайым үйден кетті да, мен бір ай үйдің жұмысын қолға алмадым. Залда аунап жататын тұғын. До того ұйымдастыра алмадым ғой. Андай режимді білмеймін, қашан тамақ істейтінімді, завтрак беру, нан ашу, кір үйіліп жатыр. Сосын кейін не істедім ғой, бастап кеттім да. Не істедім, ана чат-GPT-мен де жұмыс істедім, подкасттар қарадым. Сіз деген кәдімгідей домашняя болдыңыз ғой. Иә, сөйтіп үйде отырғым келеді. Депрессияға түсіп кеттім мен бірінші. Андай депрессия болғанда өзім кінәладым, мен вообще әйел емес екенмін. Мен анадай емес екенмін, мен қолымнан дым келмейді екен ғой дедім да, мен не бітіріп жүрмін, ащи мен ұйымдастырады екенмін да, адамдарға істеткізеді екенмін. Сөйтіп соны мен құнсыздандырдым ғой, мен ащи аузыммен гәкірады екенмін ғой. Иә, өзім мынандай функциональный нелерді мен істемейді екенмін да, бүйтіп қарап тұрсам. Ауызбен тындырып тастайын десеңші. Жоқ, мен зато мен оны кейін қабылдадым ғой, зато мен стратег екенмін да. Ұйымдасам, барлық адамға зато деген нәрсені өмірде всегда қолдану керек. Иә. Зато мен мынандаймын, жаңағы күшті болып жатыр деп ше. Сол алып шығады. Ал өзімізді кінәлай берсек. Бірінші кінәладым ғой мен, бір ай өзім кінәладым. Кейін қарасам, андай екен да, уникальный нәрселерім көп екен да, ұйымдастыра алмайтын адамдар көп та. Біреу айтса ғана істейтін ше, мен зато айтып істете алады екен да. Сөйтін да, аптека ашып бере аламын десеңші. Мен адам жұмсай аламын десеңші. Ол да не екен ғой, мысалға. Мысалы мен қолымнан келмейді аптека ашу, например, да. Иә, енді ондай жағынан емес, даже бар ғой, үйдің жұмысын нан істе деп ұйымдастыратын да адам керек екен ғой, айтпасаң істей алмайды деген сияқты да. Менде мынандай сұрақ болып тұр екеуіңізге де ше. Мысалы мен иногда бір қиын ситуация келіп қалады ғой, сол кезде қатты ойланамын былай. Типа, блин, Жанерке, саған бұл ситуация не үшін керек болып тұр, давай ойлан, тебе же выгодно это сюда попасть. Психологияда бар ғой енді, бір шамандай коучинговый сұрақтарды үйреніп алғанмын сөйтіп выгодно болады. Иә, сол нәрсені сразу прорабатывать етіп тастағым келеді да, и решить на месте ше. Марғұланды өзім көп тыңдаймын. И он говорит, типа, егер де сіздер өмірлеріңізді анализ жасамасаңыздар, не үшін өмір сүріп жүрсіздер дейді да. И мен сол нәрсеге көп бейімделіп кеттім, сол сөзді ести беріп ше. Марғұланды анализ жаса деп айтып жатыр ғой деймін да, Марғұланның нелерімен короче сұрақ қоя беремін, и түбінде уже загонға кетіп қаламын да, кішкене. И психологиямда өз бар екен, загонға кетіп қалу деген сияқты, көп ойланып, аз действияға кіріп кету. Сол вопрос мені прям мазалайды, қалай жеңесіздер ол нәрсені. Осы ше қиялы адамдар бар ғой, именно ана ой тудырып бір нәрсені. Творческий ма? Творческий адамдармыз ғой, байқайсыздар ма? Біз бір нәрсені тудыра аламыз да, реализовать ете аламыз идеяны. Сондай адамдар көп қиялға кетіп қалады екен, байқайсыздар ма? Менде де сондай. Капец, менде сондай загон болып қалады. Иә. Не үшін бұл қиындық саған келіп тұр? Так, давай ойлан. Не үшін? Так, анализ жасай бересің. Жасай беремін. И мен айналам бәрі главное бүйтіп айтады ғой.
қойш болды, не думай об этом. Ой, бүкіл нәрсені көп ойланады. Недавно только обсуждали Фариза ханыммен дайректте бір нәрсені. И, короче, Фариза ханым айтады да маған, сіз слишком көп ойланады екенсіз дейді. И я опять на мыслях өзім ұстап алдым да, блин, шынымен ба деп. Короче, мен 2 рет сторисқа саламын ғой, немді спальнямдағы төсегімді жинап жатқан моментімді. Біріншісіне, короче, там у тебя не очень красиво дейді да. Бір Фариза ханым ше, бір комментарий жазады. Иә. Сөйтеді да, екіншісіне постеліңді ауыстыр дейді. Я уже, короче, поменяла постель, но там цветочный болды да. И там эстетика ауыстыр, сен қызсың ғой дейді да маған. Я такая, что не так дедім да өзіме же. Ну, типа, салғым келмей қалды до того ше, содан кейін уже. Критикасын вообще қабылдамау керек негізі өмірде ше. Адамдардың мнениесі критика деп қабылдап тұр ғой бұл сол критика деп тұр ғой, критика деп вообще қабылдамау керек деп жатырмын да. Адамның ойы всегда өзгеріп тұрады, бір орында тұрмайды. Бір орында тұрмайды. А мен бүйтіп ойландым ғой соны. Так, Фариза ханым не үшін айтты бұны? Маған не үшін выгодно болып тұр? Бұлар енді тұрмысқа шыққанымен эксперттердің бәрі опытныйлар, короче. Мен өздерінің ақылдарын айтып жатыр деп ше, сөйтіп ойландым да. Алдында ана келеді да, Мақпал ханым бүйтеді ғой. Посудама қарап, ана посуданы ауыстырыңыз, иә? Деп кетеді ғой. Я такая, ё-моё, не отыр деймін да. Посудалар ше, мен де посудалар күшті деп айтамаймын. Менікі де ана үйге көшпей келіп қап кеткен да. Ана ыдыс аяқпен өзім араласып жүрмегеннен кейін дайын тамаққа отырамыз да кетеміз, ой басқа жақта. Кейін өзім үйде қалған кезде уже ыдыстарым старомодный болып қапты да. Бірінші Жанеркенің посудаларын көрдім да мен, мама папам үйіндегі ыдыстар ғой бұл да ше. Сөйтіп айттым ғой енді бұған, сөйтіп бір кезде Жанеркеге айтып жатырмын, өзім посудам қарап алайыншы деп үйге барамын ғой. Сөйтсем менікі де ана үйге көшіп келген кезде алғамда еще андай өзі менің посудаға вкусым жоқтығын. Сол посудалар. А мен ол ситуацияны бүйтіп ойлап тұрмын ғой. Так, они все меня хотят что-то подправить, где-то подкорректировать. А что они этого делают, деймін ғой? Почему я это позволила себе деп қоямын ғой еще. Личный неме. Я не үшін деп қоямын ғой. Не үшін олар маған кіріп жатыр деймін ғой, өз-өзіме сұрақ қойып жатырмын да, сөйтіп. И анализ жасап кетіп жатсам, Фариза ханым, слишком много думаете дейді да маған ше. Сол нәрсе, например, дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес ол. Дұрыс емес па? Жібере салу керек. Ол өз мнениесін айтты кетті. Айтқан дұрыс емес вообще. Жоқ, негізі айтқан дұрыс емес, ол біреудің личный границасына айтса да бүйтіп. Білмеймін, мен мысалға прямолинейный адаммын негізі ше, не көріп айта салатын адамдардың қатарында. Мен де сондай мысалы. Бірақ ол мен айтты екенмін деп, или біреу маған айтты екен деп, мен немді өзгертпеймін. Ол мнениесін өзінде қалдырсын деп ойланбаймын да. Ойланып, ол уақыт кетіріп, ол өмір қысқа, етап қысқа өмірді, одан сайын анандай аналитика жасап, қысқартып, оның қажет жоқ деп ойлаймын да. Дұрыс, иә, бұл жерде кім Жанерке айтып жатыр ғой. Екі жақта дұрыс емес деп ойлаймын. Сен көп ойланғаның да, и ана кісінің айтқаны да. Я должна забить, короче. Они там должны. Енді айту жағынан ше, мен білмеймін, 50-50. Мысалға мен айтамын, жақын адамдарыма айтамын. Өкпелемейді ау, көңіліне алмайды ау деген. Мен көңілге алған жоқпын. Неге? Себебі ше, ол адамды сен өзіңді қазбалап кеттің ғой. Ол көңілге алма? Дұрыс емес та. Сен ол адамның андай сүрініп жүр деп қабылдайтын болсаң, лучше ол үстін қақсын деген сияқты ниетпен айтамын да мен өзім. Бірақтан ол өзіне сүрініп жатырмын деп қабылдамауы мүмкін оны ше. Ал енді алыстау адам болса мен айтпаймын. Оған ол мен мнениема мұқтаж емес та, алыстау адам болса ше. Жай сәлемдесумен шектелетін қарым-қатынастары бар ғой. Мен сосын плюстарын іздедім ғой құрсын. Типа бүйтіп, блин, Жанерке, все, значит, ты готовишься уже, сен дайындалып жатсың примерно, дайындап жатыр ғой, әлем сені дайындап жатыр, наслаждайся депші. Сөйтіп ойланып кеткен сол андай бір андай жаман ниетпен емес ол әшейін сестренкасы ретінде сөйтіп айтқан шығар. Түсініп тұрмын ғой, но мен өзімді андай қылып көріп тұрмын да. Енді мен өзімше бір қалыптасқан тұлғамын ғой енді. Біреу маған бірдеңе деп, тем более мен шешем емес деген ой болып тұр да менде. Сөйтіп, дедім да, деген сияқты. А иногда кейбіреулер сондай анализді қазбаламайды екен да вообще. Мен соны не қылып жатырмын да, қазір вопрос сол болып тұр. Біреу қазбаламайды, біреу қазбалайды да ойланады оны ше. Мен, например, ойланатындардың қатарында екенмін. Ол мынандай деп ойлаймын мен. Мынандай да, сенің болың бар ғой, сол болды саған біреу айтса, сен сол жерде думкаға кетесің, анализ жасайсың. Если сен саған
жоқ сондай бар, сен өзің бір жеріңе көңілің толмайды да, или бір жеріңнен өзіңнен күмәнданасың, осы жеріңді триггер реакция оянып кетеді деп жатсыз ба? иә, сондай не ғой, мен де өткенде посудаларды түгел деп аттым десең. аудиторияма өткенде андай қылдым ғой, маған бетіме айттыңдаршы деп, сабақ болды как раз бізде, сөйтіп біліп алыңдар менің шақтарым деп. И сол момент пайдаландым да, мен аудиторияма менің бетіме бәрін айтыңдар. Мен туралы факттар деп. Иә, сол кезде мысалға айтты адамдар. Не деді сол кезде? Бір шындық айтты ғой адамдар, соның ішінде оған дейін бір әйел бар тұғын, мен блокқа кетірдім оны. Танимын. Потом расскажу про нее еще. Ол андайда мені до того менен раздражаться етеді да ол. Оны не үшін подписаны сізге? Мен онымен сөйлестім де, дайректте нелеріміз болу керек, Білмеймін оны, бірақ негізі мүмкін да. Примерно поняла, о ком вы. Өшірдім деп айтамаймын оны, өшіріп жүрмеймін да мен көбінесе, тұра береді. Бүйтеді ол, сен дейді да, мен ондай нәрселерді не жақсы көремін. Мен маған біреу жамандаса, маған хейт келсе, мен оны не істеймін, сол арқылы түзеліп алғым келеді да. Сөйтіп сол жеріңе фокус қоймайсың ғой, біреу сенің минусыңды айтқан кезде, сен ол қабілет қасиетіне мән бермеу мүмкін да. Ана адамнан естіген кезде так деймін да, мен сол жеріме фокус қоямын. Сондай туралы қылық бір әңгіме, сол именно хейт айтылған ше, соған мән бере бастаймын. Так, осы жерін қандай анализ жасаймын да. Анализ жасап, плюсқа или минусқа шығарып аламын. Ақтайтын болса, ақтап аламын өзімді, ол айта береді деген сияқты. Жоқ, менікі минус болатын болса, мен сол жермен жұмыс істеп кетемін да лучше. Мынандай ғой, адам раздражать етіп жатса, бұл жаңағы адам сіздің деген раздражать етіп жатса, значит, ода сондай қасиет бар деген сөз да. Мен сұрадым, мен не үшін раздражение боласың деп сұрадым. Сөйткеннен 4 жасар қызым деп тұтығып сөйлейді. Вот видите? Соны ұрып тастаймын деді, ол ше, ұрып тастаймын деді. Не жақпай жатыр менен деп сұраған едім. Сіздің блог түсіретініңіз ұнайды маған, бірақ мен соны істей алмай жүрмін, бастай алмай жатырмын деді. Сосын ол сонымен қалып кетсе мейлі ғой, содан кейін де маған сөйтіп жаза берді да. Короче дедім, сен мен қатты көре алмайсың сен дедім. Қатты көре алмайсың. Сен өз-өзіңе успокойся, етші мақұл дедім да. Демалыс дедім. Онда жібердім. Ашуланған жоқпын. Өйткені анау уже анализ жасай алатын болып қалдық қой, халықпен жұмыс істеген. Жоқ, бір реттік сұрап, бір рет ответ қайтарса бітті да, на этом все как бы. Но если это периодически повторяется, постоянно да ол. Енді көп қой, іш толқығаннан үйінде жатқан әйел да. Вообще, что я поняла, үйде жатқан әйелдерде, вот реально менде осуждение емес негізі. Вот по опыту говорю, что вот үйіне жатып прям глубокий депрессияға кіріп кеткендер болады ғой. Өзін депрессиядамын деп ше. Қазір депрессия дегеннің өзін дұрыс емес қабылдаймын бірдеңе ғой негізі. Үйде жатырмын, значит мен депрессиядамын деп қабылдай салады ғой негізі. Таң қаламын да осындай әйелдерге. Нәрсе бар ше. Андай үйде жатқан әйелше уже өзінің қоғамнан қалып кеткен деп есептейді да, олардың бәрі страшно сөйтіп ойлайды. Олар TikTok, Instagram, YouTube'тан қарай береді да, алға кетіп жатқан әйелдердің. Не только үйде жатқан, сөзіңізді бөлейінші, қазір даже біздің өзіміз мысалға бір успешный біреулерді көрсек, адами қасиет оянып кетеді ғой. Мысалы, менен кішкентай қыздар, например, наличкаға квартира алып жатыр деген кезде, біз адам ет сүйектен жарылғаннан кезде, блин, мен сол құрлы жоқпын ба дегендей. Біздің өзіміз мысалы бизнесте жүріп, ақша тауып сөйтіп жүрген өзі сөйтеміз да. Ол үйде жатқан адамға вообще қазір стресс деп ойлаймын да. Депрессияның, не то что депрессия, вообще ана тұңғиықтың түбіне батып кетіп жатыр да. Но мен былай ойлаймын, үйде жатқанның өзінің плюстары бар. Мысалы, мен де сондай состояниеде жүрдім. Хотя я работала, но тело мое работало, душа не работала негізі ше. Не кайфовала былайша айтқанда. Қазір ол душа реально кайфует и при этом работает. А ол кезде как раз заправкада, кассада жұмыс жасадым ше. Я смотрела с утра до вечера подкасты. Вот дәл осындай подкасттарды көре беретін. Олар да сөйтіп жүр ғой негізінде, үйінде баласын бір қолына ұстап алып, бір телефон қойып қояды да. Қалып баратқан сияқты. Мен де сондай состояниеде жүрдім, бірақ олар қалып жатқан жоқ. Знаете почему деймін да? Просто мы қазір жинап жатыр опытты. Ана кітап оқып алып, сосын барып шығарасың ғой. Түсініктемеңді сосын айтасың ғой. Вот сол сияқты анау даже ракета ұшыратын кезде де бірінші заряд беріп
тоқтап тұрады бір күн бойы дайындалып, одан кейін барып ұшады ғой ол. Иә. Такой рывокпен ше, иә тура сол сияқты нәрсе ғой деймін да. Оны Иә, бүйтіп қатты ойбай мен қатып қалдым, мен қап кеткем, Жанерке мен вообще рилс сала алмаймын, вообще сторис сала алмаймын дейді ғой жаңағы ше. Мен айтамын да, айналайын плюсті басасың, можно же это прям просто налегке, да, вот так сделать. И соның істеуінің өзін біреуге бүйтіп лақтырып жібергісі келеді, жаңағыдай ответственность перекладывать ете салғысы келеді ше. И меня это вот раздражает, честно. Что это такое деймін да, как будто уже ана тісін жууға, бір жуынуға уже адам ерініп жүр, біреу істеп беру керек сияқты болып отыр да уже. Плюсті басасың, там публикация, біреулер осы басқа жақтан не салады дейді ғой, охват көтерілу үшін. Нету такого деймін да, это маркетинг, ребята, просто плюсті сал да саласашы рилсті өзің деймін ғой. анау айтып жатыр ғой қазір плюсті басып салып жүрсің ба, Reels Это маркетинг. Просто плюсті басып ақ талай эксперттер шығардық, құдайға шүкір. сосын жаңағы ше анау неден ауытып кеттік қой, үйде отырған әйелдер ше, қоғамнан қалып баратырық деп ойлайды да олар. Негізі қоғамнан қалып жатқан жоқ қой. жоқ, қоғамнан қалып жатқан жоқ, оның мынандай шеті бар ғой, Ол балаға мейірімін беріп жатыр ғой, ол мейірім беріп жатыр. Одан кейін Оны бағаламайды, андай ғой, сезінбейді болмаса. дипломат әр әйел бір офиске барып келу керек сияқты көтеріліп бір статус бар ғой. Баяғыда мұғалімдік күшті сол сияқты реализовать еттім деп ойлайды да. Барлық әйел, еркектерде даже сондай шығар. Барлық әйел өзін реализовать еттім деп ойлайды. Егер бір статусы болса, ол бухгалтер болсын, ол мұғалім болсын, бір жерде жұмыс істейтін болса да. Сонда значит негізі қыздарға мынандай нәрсе беру керек онда, тәрбиеде да, мысалы. Типа ертең сен үйде, значит сен еңбек етіп жатсың үйде де. Иә. Сен бала асырап жатсың. Сондай период болады деп, иә, болады деп ше. Хотя бы сондай нәрсені беру керек ау. Осындай период болады сенде. Это нормально деген қоғамнан ол кезде қалып кетпейсің. Негізі мынандай да. Менде подругаларым бар, тұрмысқа шығып жатыр да, маған қарайды, деп отырады. Мынандай нәрсе бар да, мен үйге адам алатын болсам, бала тумаған әйел алғым келеді. Өйткені бір бала, иә, не істейді? Адамды шират пісіріп тастайды. Сен театр болып кетесің, сен дәрігер болып кетесің, сен психолог болып кетесің. Соны неге бағаламайды деймін да? Жоқ, кәдімгідей бір бала уже сені кәдімгідей өсіріп тастайды ғой. Бір жыл бұрын сен қыз едің ғой, бір жылдан кейін анасын, балаңды бір жасқа жеткізем дегенше, сен етек жеңіңді жинап, ана тез құндақтап уже уақытпен мобильностьқа үйренесің. Иә, мобильностьқа. Жоқ, мысалы сіздерде сондай период болды ма, когда вы вот это вот все в себе прямо біз бәрі өттіңіздер ма сол нәрседен? Жоқ, өттік, оперативность қосылады, икемділік қосылады, бала туған әйелде ше. Жоқ, оны сіз қазір определять етіп тұрсыз ғой. Сол моментте вы Сол определили моментте это? мынандай болды, мен бір жыл академический отпускке шықтым ғой, қалаға келдім ғой, ауылда бір жыл тұрып кеттік қой. Қорқып, бәрі мен үстіме қарап тұрған сияқты. Бір жылдың ішінде сөйтіп келдім ғой қалаға. Да, во. Мен де сондай болдым. Значит, қап кеткен сияқты болып тұрсыз, Қап кеткен сияқты адам болдым мен де. Мен даже мына екі кішкентай егіздерді туып келгеннің өзінде мен 40 күн үйде отыра алмадым. Отыра алмаймын ғой. Отыра алмайтын әйелдердің қатарынамын да. Сөйтіп 2 ай әрең шыдадым, 2 айында жаңа нянька алып жұмысқа шығып кеттім. Әдейі отыра алмағанда шыныңызды айтыңызшы. Материальный мұқтаждықпен шыққан. Материальный мұқтаждықпен шыққан жоқпын. Мен сондай отыра алмайтын адамдардың қатарынамын. Әйтпесем күйеуім асырап жатыр ғой. Мысалға да. Шығу керек болып шыққан жоқпын. Сіздің неңізде сондай болды ма, шығу керек болып шықтыңыз ба? Мен алғашқы 2 баламда сондай болды да. Мұқтаждықпен шықтым. Мұқтаждықпен шықтым, үйде отыруға мүмкіндік болған жоқ. Әйтпесе отыратын едім. Сосын кейінгі балдарымда уже жаңағы ана качеляны бір айналдырғаннан кейін өзі айналып жүгіріп кетті. Сондай болып қалдым да мен, өзі айналып жатыр да. Кәсіп ше, сол кезде анау тоқтап қалған процестің ішіне кіріп кеттім ғой. Сосын уже өзім отыра алмай қалдым. Дәл сол кезде қиын деп санамағанмын ғой. Қиналып жүр екенмін ау, нанға зар екенмін ау деп вообще нормально қабылдайтынмын. Қазір сол немді елестетіп көрсем, масқара, қандай мықты боламын деп ойлаймын да. Жас кезде тауға баратын энергия болады ғой. Уже жас келе уже қорқай бересің, даже анандай неден андай дәу биіктіктен бүйтіп секіруге қорқасың ғой. Бір ана екі ступенькадан
мысалы 4 ступенькадан аттап түсе салатын едік қой лестницада Иә. баяғыда ше жүгірген кезде. Қазір біреумен бір жанымен жайлап ой бісміллә деп ше жас кезде ойбай біз құлап қазір көбінесе жатқанмын. бала шағаны ойлаймыз мен сіздерді түсінбейді екенмін Иә, мен әлі бүйттім бала десең шағалы болғаннан кейін уже жоқ жерің ауырмайды. кішкене андай қыласың. Нені қорқасың? Жасымыз қартайып қалған жоқпыз, бірақ мен ана нені ойлаймын. Жасың барған сайын сүйек жасыңа қарап бітеді дейді ғой. Соны ойлайды екен мен ше. 40-қа келсең 40 күн төсекте жатады екенмін деп ойлаймын да. 40 күн жатып кім қарайды маған мен. Сындырып алмай жүрейін. жоқ зор техника екен уже сохранять Не сынбай неғылмай жүрейікші деп аурулармен көп жұмыс істейміз ғой біз аптекада ше гипс киген немен сондайларды көріп андай абайлай береді екенсің да әркімді көресің біреу сындырып алды ма не дейді ғой ауру келді дегенше әлек келді болды әшейін сындырып алдым деп ойлайды өмір бақи инвалид болып қалып мен осындай нәрсені көргім келмеген екен врачтықты тастап кеттім ше честно блин біреу проблемасымен келіп бүйтіп анамен бірге қосылып жасаған дұрыс қой маған же ана эмпатпын да қатты өсіріп жүре беріңіз сіздің предназначениеңіз сол Иә, жүре берші десең иә адамды құдан құр әкелмейді да алла тағалашы жолға да әркімнің өзінің предназначениесі болады. Мен икигай дегенді оқығам. иә икигайым вообще не өзі кім деп мен өзім бірінші қызықтым да соны оқып алдым. Икигайды адамдардың икигайын да таба алдым да. маған істеп көріңізші Иә. тегін бірақ Тегін деген нәрсе. об этом еще поговорим десең осындай жерде да былай Ол олай істелмейді. Ол кәдімгідей таблица, японская методика, жапондықтардан келген, специально сұрақ қою арқылы кәдімгідей таблицаға жазып шығарылатын нәрсе да ол. ұзақ әңгіме ол істелмейді. Ол 2 сағат 3 сағат отырасыз кәдімгі 2 сағат, минимум 2 сағат кететін дүние да ол. бүйтіп отырып Бүйтіп разбор отырып, жасап тастай салады жоқ ондай көріп келіп нем жоқ қой. Мынандай икигай мындай дейтін да. сөйлесіп отырып Жоқ, анкетамен таба ма оны Иә, анкета өзінің специальный сұрақтары болады. Сіз да нет деп андай иә бар жоқ деп просто сондай қысқа айтып отырасыз болды. сосын анау бар ғой тағы қанша теңге ол сізде продажа жасап 20 мың теңгеден істеймін ғой. істейікші Иә, 20 мың теңге қақа кетті. болды бір кабинкаға кіріп алайық Иә. обед заказ бердік та Қызық ол. Даже оны Не істеген кезде көп адамдардың көзіне жас келеді. Потому что кішкентай кезінен ес білгеннен ол қазіргі өміріне дейінгі істеген жұмыстары, қалай қиналғандары келеді да көз алдына жас келеді. қазір анау не шығып жатыр ғой эксперттер даже бірінші содан өткізіп алады тест не да аты не да икигайға ұқсайды Икигайға ұқсайды. Ол осыдан 1 жыл бұрын қатты мода болып кетті ғой. ба соны Тестовый, иә. мен білгеннен қарсы болдым да кейін Қуаныш Шонбай айтты оны біліп алған адам дейді мен сондаймын деп сол қабілетін өсірмей қояды дейді да сол Қуаныш Шонбайға дейін мен сондай логика шығардым да өзім мынаны білсем қазір менен бір жерлерім минус шығып қалса сосын мен сол жерлерім мен өзім сондаймын деп сөйтіп кетемін ба лучше білмей жүре берейін Жоқ, білген дұрыс та. Галлап тест. Галлап тест Любой ілім бар ғой, мысалы қазір көп қой. Сюцай бар, нумерология бар, анау бар, мынау бар, көп енді. Жағы фэншуй бар, фэншуймен үй салатындар бар, енді қараңыз. Ол жерде біз бір жерге тақалып қалмаймыз ғой. Әркім өзіне керегін алады да, керек емесін алмайды да. Сол сияқты ол ғылым болсын, ілім болсын, білім болсын, и адамнан да адам керегін алады, керек емесін алмайды деген сияқты да. вообще маған бір фэншуй эксперт келген кезде мен сұрадым как это работает деген кезде ол бүйтіп айтты ғой просто короче өміріндегі 20-30% десек мысалы 70% сенің әрекетіңде болды. Иә. Ол әшейін бір галлап тестті мойындау, өзің икигайыңды мойындау, анау техника істеу, шүкіршілік жазу, идеальный күніңді жазу, ол 20-30% өмірдегі. Қалған бәрі іс-әрекет. Қалғанның бәрі іс-әрекет қой, короче. Іс-әрекетің болмай, типа чисто идеальный күніңді жаза беретін болсаң, ол не Құр работает. жата беріп, конечно, менің идеал күнім болады деп. Бүйтіп жата берсең де сенің идеал күнің болмайды ғой. фэншуйға сеніп кете салуға да болмайды. Конечно. 100% шүкіршілікке де сеніп қоя салуға болмайды. бірақ жасайтын әрекетіңде ережелер болу керек қой мысалы әшейін Соған ғана көмектеседі деп тұр ғой. 30%-ын соны құрастырып береді. Дальше сен уже пахать етесің дейді. И ары қарата самовнушениеға тоже байланысты сияқты. Өзің адамның ішкі сеніміне, нанымына, жаңағы соған сенсең мысалға, Иә. жаңағы болады ғой бір
екі дәріні әкеліп қойып мынау сенің күшті дәрің неден Плацебо, эффект плацебо. жазылдырады сенің неңнен десе именно сол жазылдырады деп айтқан үшін соны ішсе, например, да жазылып кетеді. Сол сияқты да самовнушение, іс әрекет, ниет бәрі бұл жерде сол өзінің адам сеніміне байланысты деп ойлаймын. Ниет жұмыс істеп кетеді көбінесе. Ниет жұмыс істеп кетеді. Сол ғой. Бірақ мен сенемін жаңағыдай фэншуйға болсын, өзім қатты кіріп кетпеймін, ілім деп бүйтіп. Бір іліп аламын десеңші. Бір керегімді іліп аламын, мына жақтан керегімді іліп аламын да, сондай да. Нумеролог мысалы, нумерологиядағы номерлермен мысалға тоже сенемін. Не, сон нумерологияны оқығым келмейді. Өткенде біраз не сабақ өтіп жатқан кезде сол кезде талдадық ше, даталармен. Неге оқығым келмейді ондайлар? Ішінен бір нәрселер тауып алып, анализ жасап, установкалар іліп аламын ба деп ойлаймын да. И так қысқа өмірді қиындатып тастаймын ба деп ойлаймын да. Жалпы знаете, мен ойымша білім алудың өзі өмірді қиындату деген сияқты. Өзіме солай көрінді. Так өзі айналысатын нәрсеміз көп қой, и так өзіміздің направлениямызбен ізденетін нәрсе көп та. Сондай бір жанама өмірде жанама нәрселер көп қой. Білім ала берсең, өзіңнің профессияңнан бөлек жанама білімдерді жетілдіріп жүруің керек қой. Баяғыда айтушы еді ғой, көп біле берсең, бір точка Б-ға тез жетуге амалын тауып аласың. Қазір ондай заман емес. Қазір көп білген сайын алыстап кетесің өмірде. Көп білген сайын сен анализ жасай бересің. Иә. Сөйтесің да, не істей бересің? Анау дұрыс па, мынау дұрыс па деп ше. Сомнение. Ой көп болады да, әрекет азайып кетеді. Мен осы уақытқа дейін қателіктерім жаңағы мысалға той жаңа үкілі қыз, хан қызы не жақта, қыз жасау жақта жүрдім ғой салада, например да. И менің қателіктерімді айтайын ба? Ой, біреу күшті той салонын ашып жатыр ма, жаңағы свадебный көйлектер. Соған кірдім, анадан ақшаны жұлып алып, ана бизнестен ананы аштым. Мен оның ішкі кухнясын білмей жатып та. Одан кейін бардым да, ой, той бастар дедім, той бастарды іліп алдым, сандық дедім, сандықты іліп алдым. Оның бәрі қателік екенін түсіндім да мен. Осы 17 жыл бойы бизнесте жүргенімнің ең бір несін айтайын ба сіздерге да. Сіздерге де айтып қояйын инсайттар, иә. Ішкі кухнясын білмей, любой нәрсеге мұрныңды кіргізе беріп, шұқылана берудің қажеті жоқ екен. Лучше бір точкаға бей, сол жерден құдық қазғандай кәдімгідей. Бұл нәрсе прям маркетингте де работает на самом деле. Мысалы, продуктовый линейка шығарасыздар ғой, сопровождение қыласыздар, консультация, услуга, тағы да бір товарка қосасыздар, иә, мысалы. Нет, маржинальность, ең көп нәрсені ала береді. Сол бір точкадан ұру керек екен. Соны маркетингте де сондай. Осынша уақыт келіп, мысалы, бизнес-стратег маған мысалы қазір біреу келсе, бизнестен ше, любой несін не анықтап бере аламын деп айта аламын ше. Қай точкадан қай точкаға бару керек екен ше. Как коучинг сияқты ше. Не ғой? Онсыз енді білімін оқыдыңыз ба? Коучингті ма? Жоқ, кәсіпкерліктің. Кәсіпкерліктің білімін оқыдым. Кәсіптің жүйесінің опытыммен да. Опытыммен айта аламын деп жатырмын да. Просто мысалы клиникада ашқанбыз, медицинский центр. Тоже қызығып мынандай адамдар оны қазір біз кәсіп ашып берумен айналысып жүрік қой. Неше түрлі адамдар келеді, ана анкетаны туған содан. Қайдан келді идея деген. Жаңағы бай досы бар, подружкасы бар, бай аптекамен айналысатын, қызығатта аптекада ақша көп деп ойлайды. Ондай емес негізі. Менің опытым 20 жыл болды, бизнесте. Нақты аптекамен айналысып отқанда, оның ар жағында бала кезімде еще навыктарым бар, сату навыктарым ше. Содан андай ғой, бір қабілет адамның бойына беріледі да, сол қабілеттен бизнес жасау керек та. Сол кезде сенде лучше получится. Дұрыс айтасыз, иә, бұған келісем. Иә, сондай да, мысалға біз косметика бизнесіне кіріп кеттік, иә, ақша көп, аптекадан ақша көп. Бірақ сейчас все на красоте зациклены. Жоқ, ол менің предназначением болған жоқ та. Бастапқыда вложиться еттік, ақша болды. Кейін уже менде махаббат жоқ та ол жақтан. Содан кейін мен андай ғой, қасқырды, не дейді, қасқырды үйге ит қылып бақсаң да тоғайға қарап ұл ит дейді ғой. Аптекаға қарап ұлый бердім да мен. Аптека деп. Магазинге қарамадым да. Клиент те бар, бәрі. Жалпы где фокус, там и рост. Иә, сол. Хотя қазір менде өзімде аптека жоқ, косметика бар да. Мен аптекам жоқ болса да әлі сол аптеканы қазып жүрмін да, біреулердің аптекасын. Біреудің көп адамдардың қателесетіні, біреудің арманы мен
өзінің арманым деп ойлап қалатыным Иә, бар ғой. иә, иә. Осы ғой сіздің айтқыңыз Жоқ, келген біреудің тұрғаным деп нәтижесіне ойлаймын. қызығады. Иә, ол бірақ оның жолымен жүріп Иә, өткен иә. жоқ қой, ондай нәтиже ода болмайды да. Біреудің 2 этаж үйін көріп алады, ол аптекамен айналысады, астында джип, значит, мысалы көз бояушылық, біздің ауыл Чисто. айттым ғой, қызығушылық. аптеканың оқуына түсіп кетті ғой менен кейін бәрі. Ешқайсысы аптека ашқан жоқ. Менің жүрген жолдармен жүргісі келген жоқ та олар ше. Біз Бәрі. біреудің ақшасын санаған жақсы көреміз ғой. Жүрген Баяғыда, жолын иә. ешкім жүргісі келмейді. Цехтағы қыздар менің тек қыз жасау жаңағы түсіп жатқан заказды есептеп отырған ғой. Бүгін мынаншаға заказ алып, мынаншаға заказ алып. Көрпе төсек сатып байып жатыр деп ойлаған ғой. Иә. А оның обороты ғой былайша. Оның ішінде қанша минусы бар, закупы бар, анау бар, Иә, мынау иә, бар. иә. Қап кетеді, Иә, кусоктары екі бар. қыз ілес бірігіп, екеуі бөлек бейне кетіп ашқан ғой. Сөйтіп қаяқтан ол одан көрпе төсек сатып байыған жоқпын ғой мен, например, да. Енді ана жеткен жетістіктер ол қанша жылдық опыт та. Иә. Сөйтіп ойбай салоннан машина алып біз де аламыз дегендер андай қылған да. Сөйтіп ол кейін көрпе төсек тігіп қаяққа біреулерге өткізіп жүргенін естідім да мен ше. Өткізе алмай мысалға ше. Сол біреудің арманын, біреудің жүрген жолын, біреудің тәпішкесін кимей, ол менікі деп қызығудың қажеті жоқ. Лучше адам өзінің ішінен шығу керек. Ішінен шығу керек, жаңағы жақсы көру керек любой нәрсені. Мысалы сен рилс түсіруді жақсы көресің ғой, мысалы адамдармен да. Вот сенің ол предназначениең, сен игигай семьях саған айта аламын да мен. Вот ана адамның ішіне кіріп, соның болын ана рилс түсірген кезде мен білемін жанеркені өзгеріп кете ма? өзгеріп кетеді. Мына камераны қараңызшы апше дейді да. Камера мейірімді камера дейді да. Кетеді ғой. Иә, мейірімді деп ана камера иә, камера қосқан кезде адам кішкене андай нетіп қаласың ғой, бір деп қаласың ғой, сұстанып қаласың. Жан-жақтан камера свет тұрғаннан кейін ше, өзі бүйтіп не айтарын білмей қалып бір сасқалақтап қалған кезде мынау камера мейірімді деген кезде ой алла деген ғой. Мынау датабы өзінің ісін жақсы көреді екен деп ше. Иә, ісіңе барғанда өзінің ісін жақсы көрген адам ол удовольствиемен ақша табады. Бізде сондай ғой. Мысалға өзімнің магазиніме барғым келмейді да, больдарын естігім келмейді. Разбор жасасаң ана біреудің аптекасының жілік-жілігіне шағып жатыр ғой. Өзім магазинде тура сол махаббатқа мұқтаж да, істемеймін оны. Өйткені мен махаббатым жоқ косметикаға. Ана біреудің дәрі-дәрмегін көргенде ішіне кіріп сауда істеп кетесің да, не істеп бәрін көріп қоясың. Енді ана жерде айта алмаймын, мен уақыт қалай өтіп кеткенін білмеймін. Біреудің аптекасына барсам, и ақша бермесе де жүре беремін ғой. Сіз айтасыз ғой, қатысатсаң қысқарт деп ше, уақыт қалай өтіп кеткенін білмей қаламын. Потому что адам Датабо соған жаратылған екен да. Мен андай ғой, негізі Алла біледі ғой, бізге не жақсы екенін ше. Дәрігер боламын деп оқуға түстім мысалға да. Адамның басы Алланың добы, айналдырып дәріханадан шығарып мені да. Мен дәріхананы мойындаған жоқпын. Ақыр кетіп тындым. Сонша аптека ашып, сонша сотрудник кеттім болды деп кітабын бетін жауып косметикаға кеткен адам. Жаңа халық кетірген жоқ мен. Мақпал ана дәрі бар ма, ана дәрі бар ма, аптека ашып берші анау мынау. Қайтып аптекаға келіп қалдық. Әлі жүрміз да. Қарап тұрсам, больше сол жақтан ақша бізде да. Өзіміздің аптека болғанда да қазір біреуге аптека ашып беріп жатырмыз. Сізде сонда қазір аптека жоқ қой, иә? Өзіміздің аптека қазір собственный бізде жоқ, арендада. 2027-ге дейін арендаға бергенбіз. Алатын уақыт жақындап қалды, мен мына жағын ішім әлі дайын емес. Не үшін дайын емес? Бір зданияның ішінде отыра алмаймын уже. Лучше. Негізі бізде 12 архетип болады ғой. Иә. Жақында ғана мысалы өткенде сіз айтып жүрген обучениеда мысалы 12 архетипті оқыдым да. И әр период жизньде ол әртүрлі болып ойнап жүреді екен ше. Иә, адам көзқарасы, вкусы бәрі өзгере береді ғой, конечно. Мысалы герой архетипі мысалы дәл қазір сізде повышенный болса, ол примерно айналып кетеді да, бір 3 айдан кейін 4 айдан кейін қайтадан сол геройға түсесіз. Өйткені мына ұстанымдар өзгеріп жатады ғой бізде. Установка өзгереді. Иә. Ана мақсат та қосымша өзгеріп түрлене береді ғой бүйтіп. Мысалы шарды ғана мақсат қылып алып алған екен, сен бір букет шар болып кетеді ғой еще. Тура сол сияқты архетип те өзгереді екен да. Бір жылдан кейін мысалы қазіргі герой архетипің бір ай ғана болады да, а екінші жылы ол 3 ай 4 айға дейін жалғасады мысалы. Сол сияқты екен. И жаңағыдай ғой, сіз бір неде отыра алмаймын деп отырсыз ғой. Отыра алмаймын уже, иә. Тура сол сияқты болып тұр да. Но сіздің ол нәрсеңіз ана 27-те аласыз қой, арендаңызды аласыз ғой қайтар. Сол кезде қайтадан басқа архетипіңіз оянып кетеді.
Иә, қаласа. иә. ол жизнь Уақыт думаю, жақындаған да, сайын всегда так. ондай да. Ол мына неден де ғой, демалыс бермедім ғой мен өзіме, не суббота, не воскресенье. Қазір демалған Адам- шығарсыз? Иә, адам Да. өзін ең бірінші құнсыздандыратын сол ғой. Мен ең осы бизнесте қанша 17-18 жасымда мен бизнестемін ғой. Біз всегда өзімізді в конце өзімізді последний местоға қоямыз ғой. Сотрудниктерге айлық береміз, өзімізге айлық төлемейміз да. Бұл сол кезде күйеміз да. Ал мен қазір өзімді бірінші таңдауды үйрендім. Бірінші өзім деп. Мен әлі таңдаймын. Иә, мен таңғалдым, сіз андай аптасына 3 адам қабылдайды екенсіз, иә? Мен өзімнің немді андай қыламын. Ойбай, сол адамның клиент несіне көне салайын деген жоқ менде. Мен өзіме демалатын, потому что мен состояниемен қараймын да. Состояние мен өзім андай ресурсым жоқ болса, мен қалай біреуге терапия өтемін? Ресурсыңыздың бар жоғын қайдан білесіз? Состояниемен білемін. Қалай Денеммен білесің? өзім Қалай білінеді? сұраймын. Мысалға, қазір ұйқым келе ма? Мен барып ұйқым келіп жатыр ма? Күндіз, например, да? Ұйықтап алуға өзіме рұқсат беремін. Жоқ, сен жүр жұмыс істе, анау мынау сен анау жазылып қойды ғой деп бірінші адамды орнына қоймаймын да. Мысалға мен мысалы самолетта да сондай ғой. Ең бірінші өзіңе тағасың жаңағы спасательный нелердің бәрін, одан кейін бала шағаңа тағасың дегендей да. И мен бір ретте бір жаңбыр жауып тұр, такси шақырдым, есікке двордың алдына келді. Ең бірінші жаңбыр жауып тұр, өзім бірінші барып отырып аламын ғой. Таксист маған таң қалады да. Одан кейін бала шағамды кіргізіп жатырмын да. Сен маған таксист бүйтіп айнадан қарайды ғой. Ойбай, мен сіз сияқты бірінші рет көрдім, сіз сияқты ананы деп ше. Бірінші бала шағасын отырғызады ғой дейді адамдар. Мен бірінші өзімді отырғызып жатырмын да, потому что мен ауырып қалсам, бала шағама кім қарайды? Мен ауырмауым керек, мен бала шағама қарай аламын да. Вот сондай принциппен жұмыс өмір сүретін адаммын да мен ше. Түрлі нелер, көзқарастар бар, әркім өзінің көзқарасын деп санайды ғой. Негізі сөйтеді да обсуждать ету сол жерден басталады. Иә. Күшті екен ол. Иә. Бала шағыңнан бұрын өзің. Содан кейін ана таксист таң қалды да. Ол өтпеді маған бірақ. Өтіп Сосын тоқтаңызшы. Жоқ, қалай өтпеді? Сіз мысалға сіз ауырып қалсаңыз, ауырып жатырсыз, бала шағаңызға кім қарайды? өткіземін қазір десек. Жоқ, андай критика деп қабылдамаңыз, просто мен өзімді қоя алмай жатырмын да сіздің орныңызға. Критика деп қабылдамаймын мен. Жоқ, қараңыз, мен балдарымды ауырып, мен ана жерде өзімді қойып жатырмын ғой. Бірінші өзім отырып алдым десе, мен ана жерде сіздің орныңызға отырып көрдім, сосын балдарым менен кейін отырып жатқанын елестетіп жатырмын. Сосын жоқ, ол екінші жағы бар ғой, иә. Иә, екінші жағын айтып жатырсыз ғой, сонда да мен бүйтіп ойлап отырмын да, өзім ауырсам. Менде андай ауырсам ауыра берейін деп жоқ, жатсыз ауыра берейін деп жатқан жоқпын. Мендеше бала шағама келген кезде мен ауырып тұрсам да соған тұмауым жазылып кете ма, бір нәрсе болады. Если балам мен бірінші ауырып Сіз қалсам, мұршат бермейсіз ғой өзіңізге ауруға да. иә, сондай сияқты. Рұқсат бермейсіз ғой сіз сонда. Мен ауырып жатырмын, иә, менен кейін балам ауырып жатқанын көрсем, мен жазылып кетемін. Өйткені мен өзімді еркелетпей тұрмын ба, андай тұр едім ба, жазылып кетемін. Негізі адам ше өзін менен ауырта да алады, емдей де алады. жазылдырта да алады негізі. Иә. Сосын анау байқайсыздар ма, байқамайсыздар ма, андай қатты напряжениеда, қарызда жүрген адамдар ауырмайтынын білесіздер ма? Вообще топ сол нәрсе. Білесіздер ма соны? Иә. Тұмаумен ауырамайды олар. Потому что уақыт жоқ ауруға. Ми ауруға уақыт қалдырмайды оған. Иә. Өйткені оның күндегі Жоқ, сағаты санаулы. Опять екі типке бөлінеді олар. Қарыздары бар ше. Маған да эксперттер келеді ғой. Пәленбай 35 миллион бар, соны құтылуым керек, сәмен келдім дейді олар. 35 миллион энергия мықты болады иә оларда, иә? Жоқ, екі типке бөлінеді. Все-таки қарыздар бар адамдар екі типке бөлінеді. Біреуі былай болады, здоровый немен келеді, ол кәдімгі қарызым құтыламын деп образ айтады. А біреулер бүйтіп қарыздарым құтылуым керек. Олар қиын болады. Қиын же. Қиын болады. Не, анан же вообще мен айта алмаймын. Честно, жертва қабылдауына байланысты барлық нәрсе, иә, сен қарызды қалай қабылдайсың? Екеуін қарызды вообще ойламау керек. екі түрлісі болады сол үшін. Құдай сақтасын. Ол біреулер болады, конечно, қарызым бар деп тұрады, ойбай делегировать декомпозиция жасап тастап айға бөліп тастап кәдімгі мына айдан мынаны вот солар шығады да. И ана бір күшті инсайт естіп қалған бір ше, типа ешкіммен жарыспаңдар, қарызы бар адамдар основной жарыспаңдар дейді да. Қарызы барлар айырады дейді, короче. Сондай естіп қалған ғой. Өтті бар ғой сол. Қарыз деген негізі күшті мотивация екен. Күш қой кәдімгі күш. Қорқамшы қарыздан, айтпай, Құдай бетін аулақ қылсын.
қарыз болып сезініп ондай көрмегем да, сондай адамдармен көп общение жасағам. Состоянияларын көргем да, сөйтіп аналардың состояниясын көріп шошқағам да, менде сондай. Андай қарызға деген позитивный санатым бар десең. келеді да. Енді саудагерлерде наличка ақша болмайды ғой. Иә, оборотта бәрі. Иә, бәрін жұлып алайын десең, оборотың ақсап қалады. Бірақ күшті машина мінгім келеді. Мен кейде бүйтемін ше, машинамды сатып жіберіп, не қылып первоначально қойып жіберіп, ана талтайып шпагатқа отыратындай не бар ғой, айна пәлен. Иә. Сондай өзіме қойып алып, мотивация қатты жұмыс істеу үшін сөйтіп істенбайдым да. Қорқам ғой. Анау қарызда жүрген адамдардың картинасы көз алдыма елестейді да. Сөйтіп напряжение қылып аламын. Ондай напряжениесіз ақ жұмыс істеуге болады ғой. Бізде просто сондай не да, қазақтарда қалай айтсам болады, біреуге көрсетемін, біреуге дәлелдеймін өсеміз біз ше. Жоқ, дәлелдеу дегенге. Это классно. Көп ондайлар. Негізі күшті Я ол. обожаю это. Дәлелдеуді ма? Мен дәлелдеймін деп жүріп қалай өсіп кеткен. Дәлелдегісі келетін әйелдерді де обожаю мен, честно. Дәлелдейді. Рилстар атады ғой. Нәрсеге жеткізеді. Әсіресе ажырасқан әйелдер Мен бар ғой. сөйткенмін, телевизордан көресің мені деп. Иә, ажырасқан әйелдер көбінесе әйел мен еркек ажырасқанда дәлелдегісі көбінесе келеді. дноға еркектер кетеді да, Әйел көтеріліп кетеді. әйел көтеріліп кетеді. Солардың бәрі дәлелдеу деген күш қой Иә. негізі. Это кайф на самом деле. Жоқшылық та күш, дәлелдеу де күш та. Цените дәлелдеу Иә, болса. иә, дәлелдеу де күш. Мен де мысалы өзім әкем мен енді анам мысалы ажырасқан ғой, и я всегда хотела доказать, вот типа потеряли такую дочь прекрасную деп ше. Иә. Менде сондай дәлелдеу деген нәрсе Негізі болды, қатты жетістікке болды. жеткен адамдардың өмірбаянын естіп саралайтын болсаң, көбісі сол дәлелдеу. Көп сондай болған. Күшті ол деген жақсы. Өткенде кайф мен нәрсе айттым ол. ғой, психологқа бекер бардым деп ше, бұрынғыдай ақша таппай қойдым. Дәлелдеймін деп жүрген кезімде страшно табатын едім. Қиналмаймын. Но психологи говорят, типа, вот берекесіз деп ше. Я с этим не согласна. Психологтар айтады, Ой, сен бәзір ниетің отырып жаман алып болған. психологтар жамандап Психологтың алдында отырып қойшы. Жоқ, сөйтіп айтты ғой олар. Албай отырайын. Жак кірсін десең. Ниетің жаман болған біреуге дәлелдеймін деп істедің, сол ниет сенің түбіңе жетеді деп та, мен соған сеніп қалдым. Кейін мен өмірімде жаңа провалдар, депрессия болды, анау мынау болды. Мен сол психологтың айтқаннан кейін болды да ол нәрсе ше. Но опять қабылдауыңызға Сіз байланысты. ол қабылдауыңызға байланысты. Солай қабылдаған ғой енді, мен ол кезде осознавать еткен жоқпын. Қабылдау. Но знаете, сіздің рилсіңіз белгілі бір категорияға өтті, которые все еще вот винят в своих бедах психологов, да. Жалпы адамда бір проблема бар ма? Ол өзіңнен ғой, честно говоря. Иә, қабылдауыңа байланысты ғой. Сен дұрыс қабылдамадың. Ол сіз де айтып тұрсыз ғой қазір, ол психологтан кейін наоборот барғаныма деп ше. Ол жоқ, сол кездегі қазір мен сырттан қарап тұрмын ғой уже да. Ол кезде мен психологқа сендім. Психологқа сенгеннен кейін Айтқан бірге істедің деп қойсаң. мен жертваға кеттім. Ақша таппай қойдым, кеп тұрған бизнестерді жаптым, кеп тұрған ақшалардан кәдімгідей сіз до конца алмағансыз ғой онда терапия. Ашылып жабылмаған ғой. Иә, гештальт ашылғанда мен бас тарттым, жертваға да тауға түсіп кеттім да, андай қылдым да, мен көп жұмыс істейді екенмін. Ойбай, адамдардың бәрі менің ақшамды пайдаланады екен деп жабылып қалдым. Негізі табиғатым ондай адам емес екен да, мен оны да қарау керек та, негізі ше. Негізі вообще сіз мынандай адам сияқты өзімен қанша бір примерно бір 6-7-8 ай болып қалды ғой, иә, танысып жұмыс істеп жатқанымызға. Я вообще думаю, что сіз достигаторсыз. Вообще в любом плане. Иә, дәлелдеуші адамсыз. Например, мен сізге париге отырсам, қазір дәлелдеп тастайсыз. Сіз қызығып кетесіз соған ше. Сіз андай кәдімгі партнер адамсыз ғой, который біреумен жарысып тұрып істейсің ғой, например. Сондайға сіз күштісіз да. Например, сізге қазір жарысып жүре берейін ба онда? Иә, жүре берсеңізші. По факту кеп тұрмын сізге ол нәрсе болды. Күшті айттыңыз. Мен жарыспау үшін деп өзім шектеп жүрмін ғой. Иә. Дәл қазір. Жарысыңыз, блин. Бұл өмір жарысудан тұрады. Жетеді дегенмен сіз қазір бір орында тұрып жатқан шығарсыз. Иә. Көп мүмкіндіктер келеді, негіз бар ғой, андай адамдар өткенде гәпте де айттым да, соны кейін үйге барып бекер айттым ба, мақтанып жатыр деп ойлап қалған шығар, екі жақты қосып істедіңіз ғой мамаңыздың туған күні. Негізі ақшаша действительно артынан қуалап жүреді мені. Ұстап алып счет жіберші, төлеші деп өзім қашып жүретін моменттер болады. Солайықшы. Шынымен менің минусым андай ғой, настроениеме жеңіп кетеді. Настроением онша емес па, мен отказ жасасам. Эмоцияның адамысыз да? Эмоцияның адамы. Сол қырсықтығым мені андай қылып тұрады ше. Ризығымды шектейді. Содан құтылғым келеді мен. Вообще, осы сөзіңізге келіспеймін.
ризықты шектемейді ешкім. Ешкім сіз миыңызбен шектеп аласыз ғой. Типа, мысалы менде мынандай периодтар болады, когда я не в ресурсе, жұмыс жасағым келмейді, и все. Начинается у меня экспертов нету. Такое состояние бывает. Состояниясына байланысты. Это я сама начинаю блокировать мысленно работу. И мен бір күні тұрамын да, вот недавно вот это вот было. Честно, февраль, мен январь, откат у меня вот так вот было. Типа, не хочу ни с кем, даже біреулер жазса звондаса да бармаймын, свидание бармаймын. Раздражение, не хочу видеть людей, короче. И мен ешкімге даже киси, ондай жоқ. Просто келмейді ма, келмейді болды, ну все нормально. А вот сейчас, вот марттың конец, да, март басталды ғой менде, я не знаю, какая-то вот энергия, да, прет, короче. Ананың рилсын түзелеп тасталғым келіп кетеді. Одан ана басталып кеткен ғой кәдімгідей ше. Мен оны бір айдан бері чувствовать етіп жатырмын уже. И тем самым чуть-чуть потихоньку уже адамдар бүйтіп сұрап бастап жатыр. Кеше ғана мысалы кімнің Алиямен келісіп уже рилс түсіретін келісіп келіп жатырық да. И она сама пишу дайректке реакция жіберіп қаламын. Что-то контент хочу бастағым келіп тұр. Все, жаза салады. Давай, завтра, короче. Но до этого 2 месяца я так лежала прям. Деп ше. Осаға көшпеген кезде ма? Иә, ол ризықты өзіңіз блокировать етесіз деп ойлаймын да мен. Өзін блокировать етіп тұрмын ғой сол. Ол нәрсе негізі дұрыс емес деп. Алладан кел, Алла шектеп жатқан жоқ. Келіп тұрған нәрсені кеп жауып алып өзім алмай тұрмын ғой. Ризығымды шектейді, мен шектеп тұрмын ғой. Действительно. Мен шектеп тұрмын. Мен шектеп тұрмын ғой. Қырсықтан, кет жары деген сияқты настроением болып тұрған жоқ менде. Әртүрлі ситуацияларды айтып ше, ана күйеуіммен мынандай деп та. Негізі ол қырсықтық қой. Қырсықтық мінез бар да. Сіз өзіңіздің диагнозын бәрін біледі екенсіз, иә? Диагнозды қоймаған. Қырсықтық адамның ризығын действительно шектейді. Ол Алла шектеп тұрған жоқ, өзің шектеп тұрсың. Қырсықтық деген ше, не бар ғой? Артқа тартады ғой адамды. Негізі иілу деген нәрсе қатты өтеді ше. Саудада именно. Вообще бәріміз саудада жүріп қояды. Не только сауда, өмірде иілгіш болу керек та. Қазақтар шалқаяды, содан өспей жатыр, өзбектер иіле береді. Содан олар көгеріп. Точно. Иә, всегда олардың огороды жайнап тұрады да. Иілгеннен жаңа огородында жеміс беріп жатыр деген сөз ғой. Олар жаңағыдай қазақ байса қатын алады, өзбек байса тамса алады дейді да. Олар ертеңін ойлайды, хоп деп шапанын киіп алып, жүгілей мініп алып жүре береді да. Біздің қазақ сәл бірден люкс мінгісі келеді, сыртына көрсеткісі келеді да. Ол 2 бөлмелі квартирада тұруы мүмкін. Сәл ақша не істесе, состояниясымен көлігімен көрсеткісі келіп тұрады ғой. Қатын темасына кетеміз ба, не? Бірақ негізі біздің қазақтың идентичность дейді ғой, негізі. Біздегі ерекшелік сол сияқты. Мне нравится, например, қазақ шіреніп жатқан кезде ше. Вот честно, мне нравится. Потому что андай да, кім шіренеді? Вот қандай адам шіренеді мысалы? Который өзіне сенімді, кішкентай кезінен еркелеп, деп жүрген адам шіренеді ғой, негізі шірене алады ғой. Байқайсыздар ма? Который кішігірім болсын өзіне бір сенімділік алған, бір жетістікке жете алған, деп өкпесінде бір удовольствие алған адам шірене алады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Это кайф на самом деле. Сосын ше мынандай нәрсе бар да. Жоқ, ол адамның шіренуі ол жарайды. Бұндай шірену өте нормально. Еркектерді айтып жатырмын да, мен еркектер жаңағы сәл кішкене 5-10 теңгесі көбейіп қалса, қатын алып дегендей жаңағы. Ол да оларға нәтиже болып тұр да енді. Результат 5-10 теңге болып тұр да. Сондайлар не ғой, олар ше андай түлен түртті дейді ғой. Түлен түртті дейді. Кім біледі оны? Түлен түрткен кезде еркектер сондай жаққа кетеді да, бір нәрсеге ұшырағысы келеді ғой. Сол кезде сондай налево кетеді да олар. Сөйтеді да соның артынан бомба жарылады, семьясынан айырылады. Түлен түртеді да кетеді олар кететін жеріне. Сосын барып анау барын бағаламағаннан не істейді да, соның захарын алып болған соң есін жияды. Нәпсісін жия алмайтындар. Иә. Түлен түртті деген түлен жер жақаннан түрте береді ғой ол. Сен неге склонныйсың, сол жақтан да түлен түртіп
төлентеді да. Сен мақтаншақ болсаң мақтаншағыңнан түлентірте сал. Еркектер жүргіш болса жүргіштігінен түлентіртеді деген сияқты. Түлен деген не екенін білмеймін мен, бірақтан сондай сөзді білемін десеңізші. қай жерде қолданатын ChatGPT десең. ChatGPT білмейтін шығар. Бұл сөздің мағынасын түсініп отырмын. Иә, түлентіртті деген мен өзім бала кезімнен ана жақтан түлентіртті да деген. Арыстың бойынан естігемін десеңші. Қай жерде қолданатынын білемін, главное. Авария болайын деп атасың ғой. Мысалға кеше кім тоқтар, мынау қазір төбелесетін бала. Еркебұлан тоқтар көп артық мақтанып қойды да, түлентіртті оны ше. Түлентіртті, артық сөйлеп қойды негізі. Артық кетіп қалды да, артта жеңілді. Түлентіртті дейді да, барлық нәрсені меру, мақтануды да меру істеу керек негізі. Көз тиді деген емес па? Жоқ. Қырсық шалды деген сөз ба, типа, или қалай? Қырсық шалған жоқ оны, түлентіртті оны. Мен миымға бұламадым. Дегенді іздеп алыңыздар енді. Яғни зумермін ғой десең. Түлентіртті деген, ChatGPT деген қазіргі заманның техникасы, оны түлентіртті, ChatGPT-дің не ашқаларын жар оны. Келесі выпускта түлентіртті деген сөз іздейміз десең. Түлентірттіні кім үлкен кісілер біледі оны. Окей. Депші? Не ғой, содан кейін мен бала шағама ше олсын мақтану қазір бұрын бүйтіп айтатын еді. Сені біреу мақтасын деп айтады, ол күшті, сені біреу мақтаған. Бірақ қазіргі заманда сені ешкім мақтамайды. Өйткені адамдардың іштері тарылып кеткен, мақтай алмайды ол. Эгосы жібермейді мақтануға. Сонымен қазіргі маркетологтардың айтуынша өз-өзің мақта дейді. Неге? Ішкі мотивацияңды оятып алып, өзіңнің шын қабілеттеріңді есіңе түсірген кезде сенде энергия күшті асады да. Мен мынандаймын ғой, мен өжетпін ғой, мен қайсармын ғой дейсің, алға шабасың. Қазір оны айтсам, не дейді, жақсылар жақсымын деп айқайлайды. Не дейді, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жақсылар жаманмын деп айта алмайды. Жақсымын деп айта алмайды дейді. Оны екінші жағын адамдар айтып кетеді да, сол кезде мақтануға ұялып қаласың. Мен бала шағама былай үйретемші, бойыңда бар ма, бір нәрсеге жеттің ба, мақтан деймін. Жоқ нәрсені еш уақытта мақтанба деймін. Жалаң аяқтар көп қой айналамызда. Квартирада тұрады, өзі да, носки жыртық, былай тіке мағынада айтқанда да, қалтасы тесік, бірақ бүйтіп ісініп алып жүретіндер да, жоқ нәрсені бар сияқты мақтанатындар бар. Үйтіп мақтанбасын, бірақ шынымен сен бір нәрсеге жеттің ба, мысалы біз сияқты деп қойында. Мақтан, бірақ ниетің андай болмау керек та, біреудің ішін күйдіру үшін емес та. Біреуге мотивация болу үшін. Сен де осындай жете аласың, мен жеткем, сен де жете аласың деген ниет болатын болса, мақтануға стоит да. Мен жеткем, сен жете алмайсың дейтін болсаң, ол кезде саған көз тиіп қалуы мүмкін да. Көзде тиеді, сөзде тиеді. Ниет, мақтанудың өзі ниет. Жаңағы сөз ба? Түлентіртеді. Заголовок түлентірді десең. Шынымен мақтанудың да ниеті дұрыс болса, көз тимейді. Проявляция етеді. Қазіргі заманда негізі өзін көрсетіп, проявляция еткен адамдар бірінші орында, бірінші неде болады, ақшасы да көп болады. Сондай да. Плюс сол үшін рилс түсіріңізші. Вообще негізі білмеймін, Инстаграм деген нәрсе ғашықпын мен ше. Вот өздеріңізде допосле болып өзгердіңіздер ғой. Сіз неғып тиктокқа онша барып анализ жасағыңыз келмейді, байқаймын да. Вообще тикток қабылдай алмаймын, өйткені ана жерде некачественный аудитория отырады деп ойлаймын да. Мен де тиктокқа саламда шығып кетемін да ше. Менің миым всегда андай ғой. Качественная аудитория, платежеспособная аудитория, сондай нәрсе кетіп қалды. Мен тиктокқа 3-4 рилсім өтпей қалды да, сөйтіп под тикток андай формат істеп беріңізші деймін ғой. Онша ол маған сезіледі ғой. Өйткені мен сіздің орныңызда боламын да, өйткені мен тиктоктың форматын әлі сезіне алмаймын. Жоқ, еще плюс сіздің проблемаңызды не үшін шеше алмадық. Потому что тикток қазір мынандай нәрсені істеп тастаған. Прям күнде обновляться етіп жатыр. Правила күнде өзгереді. Не знаете, андай бір правиланы оқып көріңіз просто. Мен даже оқығым келмейді ғой соны. Вот 24-те мен оны зерттедім да, просто. Ол кезде зерттеген кезде анандай болды. Енді мамандары өздері айтты да, то что осылай тикток деген өте қиын нәрсе деді. Енді қараңызшы, в будущем тиктоктан андай нәрсе пайда болады, прям Каспи Пейға өтіп кетеді кәдімгідей. Вот рилс саласыз ғой, рилс саласыз, астына мысалы кітап туралы салдыңыз да,
сөйлеу керек па сонда? изи фарма салып қойдыңыз ғой, болды ана ссылкаға басады да болды пейға өтіп кетеді сразу. Вот до того сондай обновлениеға дейін барады деп жатыр. Дамытып жатыр. Иә, Енді и TikTok ол күнде дамып жатыр ғой. Чтобы вы понимали. Instagram ол қатты обновление көп бере бермейді. За счет этого біздің видеоларымыз көп несе ата береді, күшті да Инстаграмда в основном. А вот TikTok почему сондай? Потому что яқта аудитория, во-первых, дети, в основном сейчас. Ну қазір ол уже подростковый возрастқа өтті, средний. Пенсионерлер де көп, дұрыс айтасыз. Олар төлеуге не способный. Иә, олар платежеспособный емес, при этом TikTok қатты фильтровать етіп жатыр аудиторияны. Развлечение үшін қолданады ғой. Иә. TikTokты да. Уақыт өткізу үшін қарап отыра береді да. Сосын жаңа айтып жатырмық қой, TikTokты ұнатпаймыз деп ше, негізі дұрыс емес. Дұрыс емес, иә. Өйткені Әжесін үшеуіне де саламын. Өйткені салып шығып кетеміз, бірақтан мен махаббат вложиться етпеймін ол жақта. Даже бір күндері болады, қарамаймын. Қарасам 4-5 запрос жиналып қалған болады да. Вообще андай ғой, кімнің кім өміріне біреу бірдеңе деп айтады. Мен вообще түсінбеймін, честно. Менің көз алдымда әкесімен күшті шапқылап жүрген адамдарды көрдім да. Это была моя проблема, если я так думаю. Честно. Ол жағы да бар, иә. Почему они должны из-за меня, типа, с папой в любви не признаваться при мне? Вот почему? Дұрыс емес ол. Ана адам өзінің болымен жұмыс істесе. Иә, лучше өзінің болымен мен жұмыс жасай салайын, лучше, чем ол прям мен махаббатын білдірмей ақ қояйын дегеннен гөрі да, элементарно. Бірақтан ана адамның мнениесін ауыстыра өзгертем деген ол біздің реакциясын жаңа триггерін оятып жібермеу керек деген сияқты. Жоқ, соның өзінде тәкаппарлықпен айтпау керек деп тұр ғой. Осының түбінде біздің қазақтың ана ұят болады деген нәрсесі жатыр ғой, по-любому. 100%. Ұят болады. Шынымен. Соған кеп тірелді сол. Жоқ, мен солай ойлаймын өзім адым. Честно. Біреудің мнениесіне өйтіп қараудың зачем? Жоқ, енді сіздің ойлау өревеніңізге жетпейді ғой ол адамдардікі. Солардың көзі жоқ. Алланың көзі тура деп сол үшін айтады ғой. Кімнің ниеті қандай екен көріп тұр. Жоқ, бүйтеді ғой. Көзде Алла қаласа тиеді, қаламаса тимейді. Иә, сол. Сиқырда қаласаң тиеді, қаламаса Алла қаласа істелінеді, қаламаса не істейді. Ол жерде опять же адамның тазалығына байланысты. Иә, дұрыс айтасыз. Тазалығына, осымен келісемін. Таразың жақсылығы басып тұрса, жамандығы асып тұратын болса, ол адамға иә. Қара да жұғады, бәле де жұғады, көз етеді, бәрі не қылады да. Жаңа ғой, мысалы, көтере алмай жүрген әйелдің алдына бала шағасымен шығып, не үшін жүрмеу керек ол? Иә. Почему? Вот, честно, мен не понимаю это. Дұрыс қой, жаңағыдай қол керек. Әркім өзіне тиесілі судьбасын, тағдырын өмір сүріп жатыр. Ешкім ешкімге міндетті емес бірдеңе істеуге. Там ұялып қалуға, болмаса бір соның көңілі ғой деп оған понимаю, көңіл деген бір атым насыбай. Шлей ол өзің границаңа кіргізбеу емес қой. Иә, бұл жерде енді біздің қазақилық қой, жаңа ұят болады деген несі жатыр ғой. Ар жағында сол жақта жатыр. Негізі сол жақта жатыр. Кемпір шалдың қолында тәрбиеленгенсіз ба? Иә. Мен де сондаймын негізі. Мақалдатып кетем. Кемпір шал менде тұрған жоқпыз, бірақтан қатты біздің әулет қатты ұстанатын ондай. Қазақилықта. Иә, бізде де сондай ғой. Қазақилық қатты ұстандық, сосын мен күйеуіммен көп отношенияда проблема болды ғой. Осы жерден болды. Тепе-теңдік бола алмады да бізде. Давайте енді осы теманы келесі неде қозғасақ қалай қарайсыз? Иә, уже уақыт болды негізі. Иә, ол ұзақ тема. Измена, отношения дегендер. Келесі теманы уже шығып кетмей өзіміз. Жаңа ғана айтып отқанбыз ғой, халыққа қалдырамыз деп. Мысалға жақсы адам деген 100% жоқ, жаман адам 100% жоқ қой. Мысалға адамдар ажырасады да, күйеуім жаман дейді, біреу әйелі жаман бар ғой. Иә, одан емес. Негізі адамның қабылдауы, тәрбиесі, жаңа бір-бірімен сәйкес келмеуі. Мысалы мен ажырассам, мен күйеуім жаман болғаннан ажырасын деп, мен өзім кетем. Ол қалады, анау жаман болғаннан деп та. Негізі ол бір жақты қарамау керек та. Дәл осы тақырыпты келесі выпускта әңгімелесейік. Біз ажырасқан жоқпыз ғой, вовремя ұстап алдық та. Я буду выступать за незамужних. Тұрмысқа шықпағандарға я буду. Сіз жерде жаза кетіңіздер, қандай тема қызық, қандай қозғайық. Біздің өзіміздің арамызда нелеріңіз бар, иә, сыйларыңыз бар. Айтып өтсеңіздер сыйларыңызды. Не береміз? Не қалайды соны білейік та аудиториядан. Жоқ, оны біліп жүретін уақыт болмайды бізде.
былай идея тастап тұрмын да, мысалы сіз кітабыңыздан болмаса консультацияларыңызды ойнатсаңыздар, мен де бір мен консультациямды кибана разборымды ойнатсам. магазинімізден не берейін, код берейін. басқа қаладан болса ақшалай салып жіберейік та, ал осы Шымкент қаласынан болса услугаларымызды ұсынайық екеуміз. 30 мың теңгеге мен сертификат берейін. Кодын алады ма, декоративный косметикасын ала ма, біздің Кибана Шымкент дүкенімізден сертификат берілсін, беремін. Мен де өзім жеке разборын жасап бере аламын. Получается, полностью қандай тақырыптар түсірілу керек, қалай. Вообще жеке брендтің консультациясы ғой. Күшті, андай интересный комментарийдан таңдап аламыз да. Басқа қаладан болсаңыздар, мен Қазпочтамен бір бизнестерінен духи подарить етемін сіздерге. Ал если Шымкент қаласынан болса, терапия ұсынамын мен. Полностью разбор, телесная терапия, бір адамның состояниясын өзгертетін істеп бере аламын. Шарты қандай болады? Шарты таралымды көбейтсін, сосын мықты комментарий. Репост жасап, достарына бөліссе, көп таралымна. Плюс адам таңдап аламыз, плюс такой классный комментарий, мощный, мясо мясо жасса бір. Комментарийді 100-ден жоғары боласасын, болсын. Одан кейін таралымды күшейтіңіздер, көп достарыңызға бөлісіңіздер, сол кісілердің ішінен 3 адам таңдап аламыз. Әркім өзінің саласынан сыйлығын береді. Ровно 3 адам. Бере алмаймын енді. Әр адам өзінің несінен, мен мысалы өзім таңдайын комментарийді, Мақпал ханым өзі таңдайды, Жұлдыз ханым өзі таңдайды. Мына кісі деп жариялаймыз, Бірақ таныстарға беріп кету жоғынан. Мықты деген нәрселер айтылмау керек та, ол жерде нақты. Четкий бір мясо комментарий болса, желательно. Все, солай болсын. Жақсы, келесі кездескенше. Еще если сіздерге қызық тақырыптар болып жатса, Жұлдыз ханымнан, Мақпал ханымнан менен қандай тақырыпты естігіңіз келеді, комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Бұл біздің каналымыздың продвижениесі қатты керек. Рахмет. Бүгінгі подкаст қызық болды деп ойлаймын сіздерге. Сіздерге ше? Уақыт қалай өтіп кеткенін білмедік негізі. Бұл біздің ең бірінші подкастымыз. Қолдау білдіріңіздер, барлықтарыңыздан қолдау күтеміз. Классно. Все тут лидеры бір-біріне сөз бермей жатыр. Сөйлеп жатыр,